Дүйшемамбет Оразалиев, Бата Тумар. Әңгіме. Су. Толуптай шешеген бір жұмадан бері есіне келелек неменің сусыраған алсыз доғышын жанында отырған аялдың чөчіп қиқырғаны жұтып кеткендей болды. Қаралдым, садақаң болайным. Көзіңді ашчы, суыны көп бербе деген тауып. Мұнаке. Қолындағы нымдалған кебезден оғызына су тамшылатып, балбалақтап көзінен аққан жашына арчығанға да шамасы келбей жалынып жатты. Апаң сенден айлансын қолыным. Қолына шалт дейсін сені ұрған неменен жақшылық көрбей қалғыр. Мен қайдамын? Үйдесің, қаралтым, үйдесің. Көзіне боз үйдің уықтары көрінді. Тирүү екемінде де ойлады. Қантып келген есінде жоқ. Бірақ барғанын естеді. Чоқыдан қара отырышты үші. Баштарыңына қылтыйта таштың далдасынан шығарып көпке байқашты. Төміндегі қонышта қимыл алақынға салғандай көрінеді. Тимеле құмырсқалар ұйығынан жайыла чуап атышқандай. Көчіп атышқан екен. Жүгартылғаннан башқа жылқылары өзінче, қой ешкілері өзінче болып айдалып, көч ордынан қозғалды. Bir ғана ескірек боз үй 40-50-дей жандығы бір атыменен орында қалып, қалған айыл толық көчіп жөнеді. Кіріп шыққанына қарағанда ауышқа кемпірілі қалды, көчкен жұртта. Сен теге чал кемпірді өлтіріп, малын айдап келесің да қалмаға шудан көт. Деді ең ұлы ағасы чоноғы қайрылып. Біз болса көштің артынан ақмалап барып, оңтой келгенде жылқысын тиіп келеміз да чоғы қайда артқа. Қанты өлтірім? Көздері алая түсті жас жігіттен. Мен де батыр болам, жылқы тиіп келіп, елді бағам деп ерчіп келген сен бізе? Мен кеше өлтірім деп келген жоқпын да. Жылқы тиіш оңай бекен сыға? Артыңнан қуғын жете келсе, бірінде де бөліп, жыға чаап өлтірішке тура келеді. Болбоса алар сені өлтіреді. Ошон үшін батыр дешет бізде. Деді ұлы ағасы құмсарып зекейтік деген бойдан. Байлап ташта өлі малын алып келсем болбой ба? Ес қалтырмай жоқ мұндай учурда. Танып қалса ұруысы менен, керек болса көбірек, күч топтап келіп біздің айылды қызылуық қылып чаап кетшісе еп болатанда. Башқа урулар деле тура көрөт. Мындан аркы сөзді улантып, кечирленгені өзүнө муш болорун түшүнгөн чоно үндөбөдү. Боз үйдүн жарында ирбеңдеген ауышкы кемпирди көзүн жүлжүйтө шкаалап отура берди. Көч эт бышымча узап, каш карайып калган кезде боз үйдүн эшигин серпе шып бете кирип барды. Оттун жарыгынан кечки тамакка күйүп өлөктөп жүргөн кемпирдин чочуп кетип, колундагы аягын түшүрүп жибергени көрүндү. Төрдө шам намазды окуп бүтүп, теспи тартып отурган ак селдечен карыя кыбыланы карап чөк түшкөн калыбынан козголуп койбоду. Кудайга жалынып бүтсүн анан, деп ойлоду. Оозунан келмеси түшкөн кемпир не дээрин билбей, эки кол менен оозун баса чүңүрөйгөн көздөрүн алайта карап катып калды. Ошондо гана колуна мыкчый кармаган канжар эсине келип, аны карап кайра кемпирди бир карап канжарды кынына сойлотту да, улаганын сол тарабындагы эрдин үстүнө отура кетти. Казандагы тамактын жыты каңылжырды өрдөп, кечке кезери ачка жүргөн неменин курсагы курулдай түштү. Кемпир кара күчкө келе кой демиш болду да, бир нерсе дейби дегенсип ауышкасын карады. Анысы теспи тарткан калыбында. Чоно эмне деп сөз баштарын билбей, экөөнү алмак салмак карап, тилден калган немедей селдейди. Аңгыча жүзүн баскан аппак сакалын сылай бери бурулган карыя жайнабасын чыйнап керегеге кыстарды да колун жая кубанычтуу үн менен: "О, Кудайы конок келген тура биздин үйгө. Кош келипсиң балам." Ордунан тура калган чоно не дээрин билбей, же кантип өлтүрөөрүн элестете албай дендароо боло түштү. Адам өлтүрүш кой мууздагандай көнүмү иш болбогон соң, жүрөксүдүбейм, ал күчкө толуп турган жаш жигит ушул чыканактай ауышкадан сүрдөдү. Балким адамды кулу касиеттен сүрдөгөндүр. Кудай бериптир бүгүн.
Сүйгөн пендесине жиберет Кудай конокто. Кемпир, тамагыңды алып кел. Кел балам, жогору өт. Кудай конок улагада отурбайт кыргыз салтында. деп эки кол менен чонону төргө чакырып меймандостугун көрсөттү жылмая. Мен конок эмесмин, уурумун. Деди шашкалактаган колу менен канжарын кармалап. Силерди өлтүрүп, малыңарды айдап кетейин деп келгенмин. Астагфирулла. деп сакалын сылап жигитке үңүлө тиктеген карыя. Сен ууруга деле окшобойсуң го? Адашып шайтанга жетеленген белемсиң? Бышкан тамакты таштабайт кыргызда. Тамакты ичеле, анан деле жетишесиң баарына. Бизди өлтүрбөй эле мал керек болсо айдап кете бер баарын. Ансыз да төрүбүздөн көрүбүз жакын. Карыя амал көйлөк кылып атабы кутулуштун жолун издеп деген ой менен канжарын сууруп жалаңдата кезей баштады. Из калтырба дебеди беле агасы. Малды ойлонуп да койбой мууздап союп жүргөн неме кишиге бычак кезегени ушул эле. Өлтүрөм азыр. Тап бергени менен өлтүргөнгө даабай турганын сезген карыя: Астагфирулла. Өзүбүз деле Кудайдан өлүм тилеп отурабыз балам. Бирок бирди өлүм бер Кудай деп тилек кылып, ар намаздан кийин дуа кылып отурам. Камкор каракчыга деле окшобойсуң го балам. Болбосо мал катпай үйгө кирериң менен эле өлтүрмөксүң. Бөөдө колуңду булгап не муратка жетесиң? Ал кан болгон колду кандай жуусаң да кетпейт. Кетпейт чынында. Эки дүйнөдө жообу да оор. Малды ала бер дебедимби? Ала бер колуңду булгабай. Кийинкиңе жакшы. Өңүндө кыпындай да сестенүү жок. Салмактуу сүйлөгөн карыянын коңур үнү ааламды сел алса да козголуп койбогон аскадан чыккан жаңырыктай ана дегенде алдастата, анан жоошто баштагансыда. Баары Кудайдан балам. Өлүм келсе, демек ичер суунун түгөнгөнү, бешенеге жазганы ошо. Сага каршылык кылгандай дарман деле жок. Каалаганыңды кылсаң болот, эркөзүңдө. А дегенде да моостей, курсагың деле ачтыр. Төргө өтө кой. Муздак тер чыга түшкөнү сезди чоно. Киши өлтүрүш ниетинде жок жаш жигитке агаларынын тапшырмасы өзүңдү өлтүр дегенден айырмасы жок болуп турду. Баатыр болгус келип, ээрчип келген неменин шаабайы сууду. Күнөөсүз да, алсыз да, коргоочусуз да деп өзү көкүрөк түпкүрүндө аяап турган кара адамдарга кол көтөрүүдөн айбыкты. Ушуларды өлтүрүп баатыр болмок белем деген ой өзүн желкеледи. Кан болгон колду жуусаң да кетпейт. Колуңду булгаба деген сөздөр кулагында жаңырып, алдындагы ак селдечен, куудай сакалы көкүрөгүнө жайкалган карыя кожо кызырдай эле көрүндү. Анын өлүмгө тик карагандыгы, токтоолугу, көр дүйнөгө салкын карагандыгы биресе таң калтырса, биресе апкартты. Агалары ушул тапта ал үчүн мурда өзү суктангандай баатыр эмей эле ууру, каракчы сыяктуу сезилди. Ошолордой болгусу келгенине баш чайкай, тишин кычыратып, канжарды өзүнө ургусу келип кетти. Бети башы кулагынын учуна дейре оттой ысып чыкты. Калчылдай мыжыга кармаган бойдон акырын канжарды кынына жашырды. Өз айылында улуулардын астынан кыя өтпөгөн, салтты билген жигит бөтөн уруунун аксакал карыясына кол көтөрөм дегенине жети өмүрү жерге кирип турду. Кечирип коюңуз ата, кечириңиз, деп колун көкүрөгүнө ала башын ийди да жооп күтпөй эле эшикти көздөй бурулду. Токто балам, деген карыянын эми өктөм чыккан үнү чононун шартылдаган кадамын тык токтотту. Бышкан тамакты таштабайт элебизде. Ырыскың кошулуптур. Бүгүн бизге Кудай коноксуң. Төркө өт. Эми өтпөскө арга жок эле. Бала күнүнөн улуулардын сөзүн эки кылчу эмес. Бул да көчмөндөрдүн кылымдардан келаткан каада салт эмеспи? Тырмактай каада салтты кармашта эр жигиттин адебин айгинелеп, анын ким экендигин билип жоңоюп келаткан. Адатта тамактангандан тартынбаган неме курсагы өлөөрчө ач экенине карабай, аз-аздан алып отурду беш бармактан. Жумшак кесме да тамагын кырып кетип аткансыда.
Сөөктүн сынығы тилгенден беш бетер тилип аткансы да, карыя шашпай тамактанды. Кемпири андан өтүп жай кыймылдайт, ортодо жымжырттык өкүм сүрдү. Өздөрүн өлтүрөйүн деп келген киши сөлөгөттүү немени сыйлап отурган карыя менен кемпиринин тамактанып атып, эч нерсе болбогондой түр көрсөткөнү али турмуштун күнгөй тескейин айрып биле элек жаш жигитке каада салтты мал мүлктөн да, керек болсо адам өмүрүнөн да жогору койгон кыргыздын улуу нарк наслин туюнткандай болду. Оттун жарыгына тарбаңдаган көлөкөлөрдү карап, өзүн алаксытканы менен көкүрөгүн өйгөн, тынчтык бербеген бир сезим аны кыйнап турду. Мынчалык уялганы эсинде жок. Улуулар бата кылып уруксат бермейин дасторкондон туруп кетиш каякта. Ушул кечки тамакты жеш ал үчүн кылымга тете болду. Тердеди, аябай тердеди. Карыя беш бармак кыстаган сайын жоонунан жоон арак суу болуп куюлуп атты. Акыры тамакта жели бүттү. Шашыла уруксат сурады эле карыя камырабастан суроо бергенге өттү. Эме таанышалы болам. Кай жерден, кайсы элдин кулунусуң? Алай кууда жер деген адигине уруусунун бөрү уругунан болом. Бел ашып келипсиң, жалгыз келбесең керек. Эки агамды ээрчип келгем. Алар кайда калды? Карыянын суроосуна жооп бергиси келбей буйдала түштү эле, аны сезген кыраакы кары: "Коркпой айта бер. Мен эч кимге айтпайм. Куугун барбайт айлыңарга. Бөрүлөрдүн жылкыларын тийип кеткен бу күнгөй бет тараптык кыргыздар, силер айтмакчы, кашкарлык кыргыздар деле жок эмес. Ат башы, алай куу тараптан уурулар көп эле келет балам. Биринчи жолу эмес бул. Алай кулук туугандар калмак ашуудан аша калышып, биздин 3 таш жайлообузду жердегендердин жылкыларына өч. Үйгөн баш, сөөгү ашуусу аркылуу түшүп, ак турпак тараптагы кыргыздардын жылкысын чаап кетишет. Бу биздин чоң багыш уруубуз деле ошол кейипте. Кыргыздын сай-сайда кокту колотто түн жамына укурук сүйрөгөн тентек урууларын баатыр деп мактап жактап, ошолордун уурдап келген арам оокатын бөлүшө жеген заманы азыр. Бул да караңгылыктан балам. Жарык заман келер акыры. Адамдын курсагы канча тойгон менен көкүрөгү тойбосо, баары бир ач көздөрө берет. Жан дүйнөсү азыктаныш керек. Ошондо гана бактылуулук болот адамда. Топ кылат ошондо. Ал үчүн билим алыш керек, каттааныш керек. Динди тутканды да толук билген жакшы. Албетте эң оболу кыргыздын салт санаасын билген маанилүү. Карыя тунжурай түштү да: "Агаларың көчтүн артынан кеткен экен баамымда. Алар жылктыйып келсе, сен менин жандыктарымды калмак ашууга чейин айдап барып калсаң, андан ары чогуу кирип кетмексиңер да." Биз менен чогуу жүргөндөй айттыңыз. Туура айттыңыз. Ошондой дешкен агаларым. Мен биринчи жолу ээрчип келгемин. Алардай батыр болгум келчү, эл аларды мактаса, деп жиберди чоно. Турпатың 19-20 жаштагыдай олбурлуу болгону менен чырымың жашыраактай, бор буюң катып ката электей балам. Жаштыгың көрүнүп турат. Эрте жетилгиң келген экен ээрчип келгениңе караганда. Эчедесиң? 14-төн 15ке карадым. Түшүнүктүү балам. Ансыз да эчкинин жашындай өмүрүм калды эле. Ошону да сактап калдың мени өлтүрбөй. Мен да сенин куугундун колуна түшүп жаштайыңдан жайрашыңды каалабайм. Көр дүйнө жерге кирсен, баш аман болсун. Кыргыз качан эле карысын көчкөндө эски журтта таштачу эле. Мен силердин келериңерди билгемен, сенин келериңди айтышкан. Кимдер айтышкан? Шашкылактай сурап жиберди чоно. Улуу күчтөр балам. Сени да колдогон күчтөр бар. Ошон үчүн сени туура жолго салайын деп көчкөн журтта күтүп олтурам. Агаларыңдын жолуна 5-6 субай тай кунанды калтыргыла дегем. Ит куш деле жеп кетип атпайбы? Калганына тие алышпайт. Эч кимге айтпайм. Адашканыңды сезгениң баатырлык. Элиңди сырткы душмандан коргоп баатыр бол балам. Дээриңде бар бала экенсиң,
Жақшы атанын ұрығын андан да жақшы қылчы жатындан болот көбінче. Сені төрөгөнен эң рахмат. Ошу 90-дын чайын içip отырған кезде жаңы түрілгөндөй сезімде болдым. Бер жақшы ақ батамды берейін. Бата жеті тұқымыңа чейін тиет болам. Ошыны есіңден шығарба. Тескері бата албай, ақ бата алғанды кесіп қыл. Түз жолда жүріп, өсіп өніге тұрған бол екенсің, деп қария көкке сына алақан жайып. Қариятан қарқыш алба, қарақшыдан алқыш алба. Арам оқат алыс болсын, айтар сөзің қалыс болсын. Ұрығыңан уыру шықпасын, ұлтарың илімге қытасын. Береке дуа ашыңдан кетпесін, қожа қызыр қашыңдан кетпесін. Бақыт дөлөт башыңдан кетпесін, чырпығың өсіп чынар болсын, чын батамсаға тұмар болсын. Амин. Қызыға болды қалды чуны. Өчөтең амин деп бата қылған кезде, тақ төбесінен кірген ысық илеп, жүлін аралап жүгіріп барып бөт денесін айрықша көдөнүн алуулығын жағымды от қаптап қалғандай болды. Көздері жайнай түшті. Баятан бері уялғандарын ұнытқансы да. Айтқаныңыз келсін, жоң рахмат ата, деп қайталай берді. Қалмаға шуда ағаларын көтішті азап қайланды. Қантып жауап айтам. Айо сесіме жоқ ұлу ағам су қойуы да жоқ па? Деп ершіп келгеніне біресі өкінсі, қайра 90-дағы қарияның берген батасы дәлі жүрегінде алулып дем беріп тұрды. Bir et бышымда жылқылардың дүбірті ұғылды. Бұйрықты атқардыңар бі? Деді ызырына өзеңгі тейіп тізгін тартқан ағасы көзін чанағынан шығара. Қолым барбай қойды. Иә! Деген үнге улай, иінге тиген көк сойылдан улам баштан ырғыған теветей дейлі жерге томыланды. Андан кейінке ағасының жалдан вызырынған сөгісі да тоқмоғы да аралашып, бұ дүйні ала салы ваңтарылғандан 5 бетер көзі ала чақмақтап барып еш нәрсе сезілбей қалды. Көзін ашқан кезде енесі чекесіне ным чүпірек қойып, оғызына кебезден су тамызы ұйла отырған екен. Тауыпқа салышы 1 ай дегенде өзіне келді. Араң кіші болды. Оғышына қарағанда есінен таңған бойдан азу құнанға арқан менен таңып қойып, жылқыға қошу айдап келішіптір. Жылдар өтіп, баяғы ағалары тұқымсыз өтіп кетішті бұл жашудан. Чоны бүлік күтіп, очор бачар болып, бақуат өмір сүрді. Әділеттікте туу тұтып жашады. Бүрөнің ақысын жебеді. Қара қылды қақшарған қалыстығынан ел арасында чоновый атықты. Бей шайланбаса да, білімді, тақыва, қалыс адамдың сөзі, талаш чечер учурда ауадай да судай да керек болған үшін, аға қайрылышқан ел өзі ошентіп атады. Баяғы ақсақал берген батаны көдөнүндө тумардай сақтады. Башқаларға да ошол батаны берүүнү унуткан жоқ.